Қыздар, бүгінгі біздің құрақ көрпемізге осындай тырнақша құрақтың 24 штугы керек болады. Біз ол үшін тырнақшаны шығару үшін бізге осындай үшбұрыштар қажет болады. Бұл үшбұрышты біз қалай жасаймыз, қазір көрсететін боламын. Алдында болған мастер-класстарды негізі көрсетіп өттім. Және де осындай көзіне 24 штук мынандай квадрат керек болады. Бізге көзін мен всегда айтамын, лентадан 1 сантиметрге үлкен болады деп. Сондықтан бізге көзді 3,5 болып жасайтын боламыз көзді біз. Көзін біз мынандай золотистый велюр матасынан жасаймыз. Алда көрсетіп кеткендей мынандай флизелин жабыстырып қатайтып алдық. Бұны біз негізі мына жерде флизелин босап кетіпті, ештеңе етпейді. Осындай флизелинді 3,5 белгілеп аламыз да көздер кесіп алатын боламыз. Үш жарым квадрат 24 штук бізге көзге қажет болады, мына тырнақша құрақтың көзіне. Енді мен барлығын не істеп отырмайын, белгілеп сызып отырмаймын. Примерно сіздерге қалай жасау керек екенін көрсетемін. Ары қарай өздеріңіз толық кесіп аласыздар. 24 штук. Барлығын кеспеймін. Міне бұрышты. Қазір бұрышты қалай жасаймыз, соны көрсететін боламыз. Осындай квадраттан бізге 24 штугы керек, және де мынандай тырнақшасын салу үшін бізге 5×5 квадратты ортасынан бөлетін боламыз, 3 бұрыш қылып. Так. Міне. Мен мына жерден тез істеуге тырысамын, енді көрсетуге сіздерге. Міне 10 сантиметр, соны 5×5. 5×5 қылып. Міне. Сіздерге барлығы түсінікті болады деп ойлаймын. Менің алдыңғы мастер-класстарымды алған болсаңыздар, бұның барлығын досконально флизелин жабыстыру бәрін досконально көрсеттім. Енді новичоктарға, бұрын көрпе тікпеген қыздарға бұл мастер-класс кішкене қиындау болады. Сондықтан барынша сабыр требовать ететін көрпе бұл. Мына жерде сызықтар көп болғандықтан кесіп алайық сразу. Міне осындай квадраттар кесіп аламыз да, осыны дәл центрынан, диагоналынан 3 бұрыш қылып сызып бөлетін боламыз. Осылай сызып, және қайшымен қиып алатын боламыз. Міне, бізде осылайша мынандай 3 бұрыштар пайда болады. Бұл 3 бұрыштарды бізге тырнақша құрағын, флизелин жабыстырмаса да болады, айтпақшы айта кетейін. Соны 3 бұрышқа, мына көз тырнақшасынан бұрыш салатын жерге 5 флизелин велюрда жарай береді мынандай. Флизелин жабыстырмаса да. Осымен түсінікті болды деп ойлаймын. Міне бізге көзіміз 24 штук, және осындай қанша штук керек, соны өзіміз тіге отырып қараймыз. Мінекей, заготовкамыз дайын, ленталарды дайындап алдық, енді тігінге кірісетін боламыз.